Кеш жарық. Біз Ұлытау облысы Жезқазған қаласының тұрғыны боламыз. Осы Масыл Қадірәлиеваны менің інім қазіргі таңда пайдаланып отыр. Біз 2025 жылдың 24 октябрінен бастап осы Масыл Қадірәлиева пайдаланып отырмыз. Флаконның өзі сама по себе ыңғайлы, пипеткасы бар. Ананы мынаны іздеп мазаланбайсыз, осы пипетка арқылы тамшыланып пайдаланып отырмыз. Інім басында пайдаланғанда негізі алдында өзі сұры болып, бет әлпетінің түрі, аяқтары суық болатын. Осы Масыл Қадірәлиеваны пайдаланғаннан бері қазір түріне жылулық, қызу көрініп, аяқтары жылынды, аппетиті жақсы, ұйқысы тыныштанды, Аллаға шүкір. Енді өзі де былай ауырсынбайды бұрынғыдай. Алғашқыда ауырсынатын түгін біз. Сіздерге рахмет, осындай дәріні ойлап тапқандарыңыз үшін, халыққа деген қызметтеріңізге өте рахмет. Алла разы болсын. Халыққа сіздер білмейтін адамдарға айтып қоямыз, өте жақсы нәрсе. Енді қазір сіздерге інімнің өзін сөйлестірейін. Қайырлы кеш. Сіздерді мынау Масыл Қадірәлиева жақсы екен. Негізі мен өзі 24-13 айдан бастап ішкеймін. Қазір іш құрылысым бәрі жақсы. Екі аяғым жылып, қазір күлей бастадым. Іш құрылысым ауырып, солай не істей алмағам. Тамақ іше алмаған, аппетитім жоқ, нем жоқ. Дәретке отыра алмай. Міне уже 2 ай болды, енді үшіншісін алайық деп отыр. Бұл сіздерге көп рахмет. Жақсы өнім шығарғандарыңызға. Өзіміздің өніміміз жақсы ғой. Сіздерге көп рахмет. Алла тағала шипа берсін елдің бәріне. Жақсы, сау болыңыздар.